Мың бір түн хикаялары. 4-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, диюдың құтылмастай қолына түскен кәрі саудагер, өлімнен құтылып, өлімнен құтқаруға себепші болған 3 жолаушыға да, құтқарған диюға да алғысты айта-айта еліне аман-есен келіпті. Мұны осымен аяқтап, енді балықшының әңгімесін бастайын. Ол бұл айтқан әңгімеден әлдеқайда қызықты, мағыналы және өзіңіздей патшалардың басынан өткен оқиға, деді Шахаризада. Патша: қызық болса соны баста, деді. Шахаризада бойы үйреніп келе жатқан патшасына наздана бір тізерлеп жағын сүйеп отырып әңгімені бастады. Балықшы туралы әңгіме. Бір балықшы кәудіреген шал екен. Ұлы бақытты патшам, дүниесі молдығынан кісі балықшы бола ма? Байдың малы көбейген сайын кедейдің саны көбейіп келе жатқан заман емес пе? Соның бірі болып, оның 2 ұлы, бір кемпірі бар еді. Өмірі дарияның жағасында өткен болатын. Өмірлік кәсібі балық аулау. Бірақ оның судағы үлесі де өлшеулі. Күніне барып 4 рет торын тастайды екен. Сол 4 ретте толық қана балық қана ілініп, 4 кісі тамақ қылар еді. Одан артық шал да салмайды. Салғанмен балықтар түспейді. Құдайдың пешенесіне жазған несібесі сол-ақ. Бір күні шал торын көтеріп дарияның жиегіне келді де, әдетімен торын суға тастады. Көп ұзамай бір нәрсе ілінгендей болып тордың қатқарлары суға батты. Шал торын қанша тартса да, күндегідей оңайлықпен шетке келе қоймады. Өте ауыр бір зат. Балықшының ойы үлкен үміттің ой қырына шауып, үлкен балықтан дәмеленді. Ол суға түсіп ілінген затты көрді. Балық емес, торға оралып қалған, сасып, суда жидеген бір есектің өлімтігі екен. Оны көріп қатты налынып, Құдай-ау, бұл қандай тағдырың? Осынша байлығы мол дүниенің үлесінен маған тиетіні 4-ақ шабақ. Ол дүниеде жасап отырған адам баласының ешқайсынан кем емес. 4 кісінің үнемі емес пе? Бар өмірімді осы дария жағалаумен өткізсем де, беретінің сол-ақ болған-ақ. Басқаның үміт еткені тіпті ұмытақ кеттім. Енді бүгін келіп, соның бірінің орнына арам өлген есектің өлімтігін орауын қалай деп күйіп пісті. Есектің өлімтігі әрең жазып торын суға тастады. Азырақ отырған соң шалдың торына тағы бір нәрсе ілінгендей болып, қатқарлы суға батып кетті. Жиекте тұрып шалдың тартқанына боларлық емес, өте ауыр. Тағы тәтті үміт ду ете қалды. Құдайға налған зарым жетсе керек, ол мені де құлым деп бір үлкен балық іліндіруге тиіс деген қуанышпен шал суға түсті. Тордағы оралып тұрған зат құм топыраққа толған бір ескі құмыра болып шықты. Оны көріп, бұрынғыдан да артық ауыр қайғы бас бір ауыз байыт айтты. Алтын күміс толтырған торға ілініп, бұл көзде су қызары кез келген бай болмаймын, мен неге деп құмыраның быт-шытын қылып сындырып суға лақтырды. Торын қайта суға тастады. Тастасымен ақ тағы бір нәрсе ілінді. Алып қараса салқам-салқамы шығып, сусінді болып шіріген көбеже. Ішін сынған кесе, аяқ-таяқ, шөміс, қасық заттармен толтырыпты. Өзі ренжіп тұрған балықшы кебежеге қарап: сен де мен сияқты кебеже боларсың. Сен қатыны көп байдың үйінің сойқан ұрыс қарғысына қирап, талқандалған аяқ табағын жинап суға түстің-ау. Не саудагердің жиылып, су жағасында көңіл көтеруінен кейін ұрыс төбелесінде қирап қалып, суға түскен бір сорлы боларсың. Сондықтан сорлы болып отырған менің торыма оралдың, деді. Ей Құдай, өмірлік кәсібім күніне суға 4-ақ рет тор салу. Енді қалғаны ең соңғы бір реті. Мұны да зор үмітпен тастағалы тұрмын. Берерің бір балық болса 3 адамның аш қалғаны. Тағдырына бас байлаулы пендең болған соң, көнбеске лажым қайсы деп торын суға тастады. Көп ұзамай бір ауыр нәрсе ілінгендей болды. Алып қараса бір мұз құмыра. Аузына әлдекімнің мөрін басып тығындалған. Оның мөрі сөрінің не екенін қарамай ма шал? Енді бір нәрсеге қолың жеткен болса, деді терлеп текшіп. Бұл, деді ол. Ішінде еш нәрсе болмаған. Күнде де сыртындағы мұз көзбе базарда 8 теңге болады. Олай болса бұл өмірде менің қолыма тиген тұтас байлық.
Әлі де болса аузын ашқаным жоқ. Егер аша қалған күнде ішінде бір зат болуы мүмкін. Үмітсіз шайтан болсын деп қуанды балықшы. Жиекке шығарып тығынды пышағымен шұқып ашты да жерге төңкерді. Құмырадан сауылып еш нәрсе төгіле қоймады. Қайтадан аузын жоғары көтергенде бір будақтанған көк түтін шықты да көкке көтеріле берді. Аяғы құмырадан үзіле бара-бара түйдектеліп, маңдайынан түтіні бұрқыраған, бойы көкке тіреу болғандай бір дию пайда бола қалды. Оны көргенде балықшы жел соққан ағаштың жапырағындай қалтырап кетті. Қорыққан сонша сыртқа шыққан демін ішіне тарта алмай, ол дию алдында тұрған шалды көріп, Құдайдың барлығына да сенің, пайғамбарлығыңа да сендім, тақсыр Сүлеймен. Ей Құдайдың пайғамбары, әрі жер жүзінің патшасы, мені өлтіре көрме тақсыр. Мұнан былай не істесең соныңа көнейін тақсыр, деді, аяғына тау етіп жалбырап беріп. Бұған шал да таңырқап, дию сенің бұл не деп тұрған сандырағың, деді. Сізге жалбарынып тұрғаным ғой тақсыр, Сүлеймен патша, деді дию. Сонда маған Сүлеймен пайғамбар деп жалбарынасың ба? Әрине тақсыр, сіз Сүлеймен болған соң Сүлеймен деймін, деді дию. Мен сенің қандай есеңгіреген жан екеніңді тіпті түсіне алмай тұрмын, деді балықшы. Болмаса осыдан 1800 жыл бұрын өліп сүйегі қурап кеткені Сүлейменді менде тұрар ма еді? Дию балықшыдан мұны естігенде, сен Сүлеймен емессің бе? Жоқ, қара басыммен күнімді көре алмай жүріп Сүлеймен пайғамбармын деп қалай өтірік айтайын, деді шал. Олай болса, деді дию, сенің ажалыңның жеткен жері осы. Алдыңа 3 түрлі өлім салайын, қалағаныңды таңдап ал. Бірі кеудеңді басып отырып, басыңды алмадай жұлып аламын. Екінші, борбайыңнан ұстаймын да бөздей қағайырып жыртамын. Үшінші, көтеріп аламын да қарбыздай жерге қойып жіберемін. Миың тасқа тиген жұмыртқадай мұж-мұж болады, деді. Аяқ астынан тап берген өлімге шал шасайын, деді. Мен сені судан шығардым, ал сен көзеге бүгін түспеген боларсың. Олай болса, көп жылдар бойы қамалып келе жатқан құмыраның аузын аштым. Соның арқасында жарық дүниенің жүзін көріп тұрсың. Бұл сол қызметіңнің сыйы ма? Бұл не дегенің, деді жалынышты түрмен. Бұл сияқты жазаға ұшырауыңа өзің себеп болдың, шалым. Қиқаңдап қойып істеген қызығыңды көр, деді. Менің күнәм не, деді шал. Күнәңді айтайын, құлақ сал, деді дию әңгімесін бастап. Балықшы, сөйлер болсаң қысқарта сөйле, ұзап кетсең әңгімең аяқталғанша өлімнен қорқып жаным шығып кетуге жақын тұр, деді. Сүлейменнің қаһары. Менің атым қаһар жыни болады. Мен Сүлейменнің заманында кең бір сахараны өзім билеп жүрген патша едім. Сүлеймен пайғамбармын деп келіп жер үстінде патша бола бастады. Аяғы жетер жердің бәрін өзіне қаратты. Қалғанына қарауын жұмсап, қанды соғыспен жорық жасады. Адам баласын алып болып менің жеріме келді. Менің дініме кірсін, Құдайы бар мені пайғамбар деп білсін. Маған әскер елшісін жіберген. Мен ол елшісін елең қылғаным жоқ. Мен Сүлейменнің пайғамбарлығын да Құдайын да танымаймын. Өз жерімде өзім Құдай, өзім пайғамбармын дедім. Оған көне қойған Сүлеймен де болмады. Ол өзінің атышулы уәзірі Асып баласы Барқия дегенді жіберді. Ол жер қайысқан әскермен келіп, қанды селдей ағызған соғыспен мені ұстап алып Сүлейменнің алдына келді. Сүлеймен алдына келген маған, дініме кір, әміріме мойынсын, деді. Мен оған көнбедім. Ыңғайымды көрген соң Сүлеймен қатты қаһарға мінді де осы құмыраны әкеп мені дуамен бу қылып сонда қамады. Аузына қасиетті жүзік мөрін басып суға тастатқызды. Мен дария түбінде 100 жыл домалап ағумен жүрдім. 100 жылдан кейін өз-өзіме серт қылдым. Егер осы дариядан біреу шығарса, соған дүниенің барлық малын жиып беріп, бай қылайын дедім. 400 жыл шамасы өтті. Мені ешкім де дариядан шығармады. Мен сертімді екінші рет айттым. Тағы да 4 жыл шамасы өтті. Ешкім судан шығармады. Үшінші рет тағы да серт қылдым. Мыңдаған жыл өтті. Судан шығарған кісі болмады. Сонан соң мен сертімді өзгерттім. Кімде-кім қияметке дейін судан шығарша 3 түрлі өліммен өлтіремін дедім. Ол өзіңе айтып тұрғандай 3 түрлі өлім. Ол өзіңе айтып тұрған 3 түрлі өлім. Аузымнан шыққанына 3 минут болмай сен далаға шығардың. Мен алғашқы кезде Сүлейменнің өзі шығарған болар деп саған
мойынсынып едім. Сен Сүлеймен болмаған соң өзімнің айтқан сертім серт, осы 3 өлімнің біріне лайықтысың. Енді көп тұрма, тәуір көргенің таңда, қалаған өліміңді айт, деді Дию. Шал жылап еңіреп, ботадай боздап, тас та болса да жібіленіңкірей талай жалынышты сөз айтты. Жібиді дегеніне Диюға ешбір әсер еткен жоқ. Тек өлімнің түрін айт деп қақайып тұрып алды. Ал енді өзің қаламасаң өзімше өлтіремін деп түлкі алған бүркіттей түйіліп, түгі тікейіп, үстіне төніп, арбиған қолын сала бастады. Балықшы өлімге әбден көзі жеткен соң терең ойға кетті. Мен жандының ішінде ең ақылдысы адаммын. Бұл адамнан ұшып құс, қашып аң құтылмайды. Биік шың, терең теңіз жолына тоқа бола алмаған адам. Өмірге керек істің сан жетпес қиынын оңайлатқан адам болсам, Сахараның бір арнайы аңғырт диюынан оп-оңай өле қалуым адамдық атыма лайық болмайды. Бұл өлімнен құтылуға жол іздеу менің адамдық міндетім деп ойладым. Сен аспанмен таласқан алыпсың, мен бір қаусаған шалмын. Мен түгіл мыңдаған балуан жиылып келсе де сенің бір тал түгіңе төтеп бере алмайды. Сен осындай қуатың бола тұра мені өлтіру үшін сылтау іздеп Сүлеймен ұстады, суға тастады. Серт айтып едім деп өтірік айтпай-ақ неге өлтіре салмайсың? Болмаса осы сияқты зәулім бойың таудай тұрпыңмен 5 шелек су сыйғандай құмырадан шықтым дегеніңе кім нәнәр? Әлде Диюлар осындай қиынсыз өтірікті көп айтама? Мен күнімен сені әзілдесіп тұр екен десем, сен шын айтып тұрған сияқтысың ғой. Жоқ, мен рас айтам, мен осыдан шықтым. Сен мұнан шыққаның жоқ. Не жерден шықтың, не аспаннан түстің. Әлде қаңғырып бір жерден келе жатқан бетің болар. Бұл көзеден бір шұбатылған бу ғана шыққан. Сол буың мен едім деп айтып тұрмын ғой. Бұл өтірігің миыма да кірмейді. Мұншалық алпамыстай дәу денең бу болмақ түгіл не болса да осыған сияр ма еді деп құмыраны қолына ұстатты шал. Сонда сен мені осы құмырадан шықпады деп күмән қыласың ба? Әрине күмән қыламын. Күмән түгіл көзім көрді. Мұнан Дию түгіл шайтанды шыққан жоқ. Айтып тұрғаным, мені өлтіру үшін ақ ағашқа күйе жаққандай сылтауратып жапқан жала, деді балықшы. Егер осы құмыраға сыйып көрсетсем сенер ме едің, деді Дию. Сенді дегенне түйеден үлкен тұрапыңмен қалай сиясың? Сыйсаң мені қалай өлтіресің? Өлтірсең де риза болам, деді шал. Олай болса саған сыйып-ақ көрсетейін деп Дию буға айналды. Көкке көтеріліп, судай құйып құмыраға шөге бастады. Бір кезде түгел шөгіп болып, енді сенесің бе дей бергенде шал қолына ұстап тұрған мөрлі тығынды аузына тыға салды. Дию жарық дүниені қайта көрместей болып бекінді. Әңгіме осы араға жетті де таң атты. Шахаризада әңгімені тоқтатты. 5-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, балықшы Диюды құмыраға қамады да зекіп сала берді. Ал мырза, сен айтшы, саған қандай өлім керек? Дию далаға шыққалы тырбаңдап көріп еді. Сүлейменнің сиқырлы мөрі тығылған құмыраның құтылуы қиынға айналды. Шал құмыраны суға қарай сүйреп ала жөнелді. Енді мені қайда апарасың деп Дию зар қақты. Қайда апарасың деуін қарашы, күрілдеген иттің. Сені суға апарамын, суға тастап тереңге итеремін. Өзім дария бойын жағалап құмыраға тығылуға Дию бар. Алсаң өзіңді 3 түрлі өліммен өлтіреді деп жар саламын. Сонан соң сен ақыр заманға шейін судың астында шірі бәлем. Енді саған жарық дүниені қайта көру ме? Ағып барып теңізге бір түссең, баяғыда өлген бабаларыңа қосыласың, деді балықшы. Айналайын атажан, бір қателік кетті менен. Мені суға тастай көрме, кейінгі сертімді бұзып, сізге алғашқы сертім бойынша таусылмас дүние жиып берейін, деді Дию өлімнен қорқып. Жоқ, сен өтірік айтасың. Сенің сөзің уәзір Юнан мен ғалым Руянның оқиғасы сияқты болады, деді шал. Ең болмаса, депті Дию, суға тасталуды тоқтатып тұрып. Сол әңгімені айтыңыз, ең болмаса, көп жыл су астында тұншығып жүріп, жарық дүниені бір көргенде адамның баласынан бір әңгіме естіп кетейін. Шал ойланып тұрып, адамдық мейір ашуын басып, Диюдың тілегін
орындады. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 000 оқырман бар екен, 100 000 оқырманға жету үшін бар болғаны 30 000 оқырман қажет. Сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.